Әке, мен сізді сағынып жүрмін. Кірпігіме жас тағынып жүрмін. Жаныма зілдей өкпе мұң артып, көрінген жанға шағынып жүрмін. Әке, мен сізді сағынып жүрмін. Рухыңызбен кейде сырласып жүрмін. Қол үзіп сізден арысым менің, батпандай бақтан қағылып жүрмін. Қабағым сірә ашылмай қойды, жүзімнен шуақ шашылмай қойды. Жұбатыңызшы мені түсіме еніп, сағыныш дерті басылмай қойды. Сыйлайындар, өмірлерің ұзақ болсын, денсаулықтарың зор болсын, достарың көп болсын, дұшпаның жоқ болсын, өмірде көргені қызыл ұшпалар күлкі болсын, ойын сауық болсын. Я Құдайым елдеріңе, жұрттарыңа, інілеріңе, қайындарыңа бәрінде мейірімді болып, салауатты болып, сәлемдеріңді аямай кішіл пейілдікпенен дастархан жайылып тұрсын. Өмірде жаманшылық көрмей, дұшпандарың жоқ болсын, достарың көп болып, бақытты да дәулетті өмір сүріп, осы отанымыздың гүлденуіне Назарбаевтың 2050 деген программасына үлкен үлес қосуларымен талабы. Асқар тауымыз, ардақты әкеміз, Абзал ата, қамқор дана. Күні кеше ғана жанымызға сая болып, ала сармас алыбымыз болып жүрген едіңіз. Сіз кеткелі жылға жуық уақыт өтіпті. Жан әке, сіз кеткелі көңіліміздің мұқалып қалғаны рас. Есейіп кетсек те сіздің аялы алақаныңызды, айтқан ақылыңызды, шексіз мейіріміңізді сағындық. Уақыт шіркін, зымырап жатса да, сізге деген құрметіміз сол күйінде. Тоқымбайұлы Нұрман ағамыз өз отбасының тірегі ғана болып қоймай, ел жұртының сый құрметіне ие болған абзал азаматтардың бірі еді. Тоқымбайұлы Нұрман ағамыз 1940 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданы Дәу Баба елді мекенінде дүниеге келді. Ұлы жүздің дулат, оның ішінде Ботбай руынан шыққан. Балалық шағы соғыс пен жоқшылық жайлаған қиын жылдарға тап келгендіктен, Нұрман ағамыз шым болаттай шиырғып, еңбек қор болып өсті. Мектеп бітірген соң, бозбала Нұрман жоғары білім алуға талпынып, Алматыдағы зооветеринариялық институтқа оқуға түсіп, оқу орнын сәтті аяқтайды. Алғашқы еңбек жолын азаттық мал дәрігерлік бөлімшесінен бастайды. Бөлімше меңгерушісі аудандық мал дәрігерлік станциясының бас мал дәрігері болып еңбек етті. Одан кейін Түлкібас ет-сүт совхозы партия комитетінің хатшысы, Түлкібас аудандық ауыл шаруашылығы басқармасы бастығының орынбасары, Түлкібас ет-сүт совхозының директоры, Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сапа және дайындау инспекциясының мемлекеттік бас инспекторы, аудандық ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы, Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігі Түлкібас аудандық аймақтық басқармасының бастығы болып, бір қатар жауапты қызметтерді атқарды. Нұрман мырза 1966-1994 жылдар аралығында халықтық кеңестің депутаты, 1994 жылдан бастап 1999 жылға дейін аудандық мәслихаттың депутаты болып сайланып, аудан көлеміндегі маңызды істердің басы қасында жүрді. Толассыз еңбектің арқасында Нұрман аға құрмет орденімен ерен еңбегі үшін Қазақстан Республикасына 10 жыл, тыңға 50 жыл еңбек ардагері төсбелгілерімен марапатталды. Құрмет грамоталары мен алғыс хаттары да асып жетерлік. Нұрман ағамыз
лауазымды қызметте жүрсе де, отбасының тірегі болып, жұбайы Айткүл Ергеш қызы әпкеміз екеуі балаларына дұрыс тәрбие бере білді. Бүгінде ол қыздары жоғары білімді азаматтар. Барлығы мықты маман атанып, елге қызмет етіп жүр. Немерелері де өсіп өнуде. Нұрман Тоқымбайұлы ағамыз өз отбасында үлгілі әке, мейірімді ата ретінде есте қалды. Ал ел жұрты оны адамдығы мен кісілік келбетін жоғалтпаған ардалы азамат ретінде білді. Қамшының сабындай қысқа өмірде берілетін ең қымбат баға осы болса керек. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа болсын. Әке. Мен осы тойды бір сәл бөлекше бір сөз айтқым келіп отыр. Бірінші осында Нұрман ағам мен Айткүл әпкемізді осында келсе қасымызға. Мынау жылқы менен қазақ тектілікке байланысты еді. Осындай Нұрлыбектей інімізді дүниеге келтірген Нұрман ағамыз, өздеріңіз білесіздер, бүкіл елімізге, оның ішінде оңтүстік өңіріне үлкен еңбек сіңірген азамат. Оның ішінде мынау Түлкібас ауданында 50 жылға жуық қызмет атқарған, ветеринария саласында, ауыл шаруашылығы саласында басшылық қызметтердің барлық сатысынан өтіп, мінекей зейнет еткен бейнетіне сәйкес зейнеткерлікке шыққаннан кейін отанымыздың астанасы, Астана қаласына келіп, ұл қыздарымен осында жайғасып отқан бір жағдайы бар. Үлкен бір қуаныш биылғы жылы. Нұрман ағамыз биыл 75 жасқа келіп отыр. Соны мынау Түлкібас ауданының жұртшылығы атынан Нұрекеңді бірінші құттықтасам деген өзімнің жағы ниетім бар. Нұреке, бергі рұқсат болса келсеңіз. Мынау біздің осы тойға ауданның басшылары мені жіберіп отыр арнайы. Мен аудан әкімінің орынбасары болам. Осы Нұрекеңнің шәкіртімін. Нұрекең бізді тәрбиелеген тәртіптілікке, қызметке. Нұрекеңнің еңбегі аса зор. Мінекей осындай Нұрлыбек сияқты аптал азаматты өсіріп, мінекей қызметтердің барлық сатысынан өткізіп, мінекей осындай дәрежеге жетіп, бүгін үлкен қуанышта отыр. Нұреке, мынау аудан әкім атынан, аудан әкімшілік атынан, біздің ел жұртыңыздан сізді өте бір ыстық көреді. Мынау сізге арнаған аудан әкімшілігі мен аудандық мәслихаттың мұнда құттықтау хаты бар. Осы хатты сізге табыс етсем, нерде уақыттарыңызды алмай, Нұреке, өзіңіз үйге барғаннан кейін өзіміздің әпкеміздің қасында, ұл қыздарының қасында осыны оқисыз. Мынау сіздің биылғы келіп отқан торқалы тойыңыз 75 жасқа толыңызбен құттықтауға рұқсат етіңіз. Дүниеге келеді адам, кетеді адам. Кімге қоныс болмаған дүние жалған. Алланың бұйрығына дауа бар ма? Өзі берген өмірін өзі алған. Сіз жоқсыз арамызда. Жылап, қала бердік біз артыңызда. Орның қалдау, ортайып, асыл әке. Не қыларсың? Не істерсің бұл тағдырға? Не істерміз? Өмірге бағынамыз. Еске алып, өзіңді жабығамыз. Сол бір асыл бейнеңді жан әкетай. Аңсаймыз да, бәріміз сағынамыз. Жетілді ұл қыздарың, жұлдыздай аспандағы. Әке атына кір келтірмеу армандары. Еңбекке араласса алды бүгін, кейінгісі ананың қолғанаты. Сағынап, еске аламыз біз өзіңді. Болғай деп барған жері жұмақ төрі. Дұғамыз қабыл болып әр қашанда. Әкешім,
аймаласын алла нұры. Асқар таудай ақиық қамқоршы едің, біздер үшін төгілген маңдай терің. Бір алладан ендігі тілеріміз жайлы болсын, әкетай, жатқан жерің. Қош бол әке, қош.